Облыс әкімі Нұрлан Ноғаев 2 күндік жұмыс сапарымен Маңғыстау ауданына барып, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму жағдайымен танысты. Іс-сапардың алғашқы күні аймақ басшысы Шебір, Тұщықұдық, Ақшымырау, Қызан ауылдарындағы әлеуметтік нысандарды аралап, бүгінгі жағдайымен танысты. Сонымен қатар жұмысы 7 жылға созылған Шетпе-Қызан автожолының құрылысын көрді. Бүгінгі таңда аталған жолдың Мәстек-Қызан аралығындағы 25 шақырымын салу жұмысы басталған. Биыл аудандық дәрежедегі бұл жолға республикалық бюджеттен 375 миллион теңге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда 4 шақырым айналма автокөлік жолы дайын. Жоба 2023 жылы толық аяқталады деп жоспарлануда. Өңір басшысы басты міндет қаражатты игеру емес, автомобиль жолдарын сапалы салу және уақытылы пайдалануға беру екенін атап өтті. Ертең салған жолдың сапасы дұрыс талапқа сай келмесе, оны қайтадан салдырып не қыламыз? Екінші жұмыс жасадық. Мақсат тек қаражат игеру емес. Мақсат қаражат игере отырып, жақсы нысан алу. Аймақ басшысы сапар барысында шаруа қожалықтарымен қатар мал ұстап отырған ауыл тұрғындарының үйіне де барды. Маңғыстау облысындағы 4 түліктің 44% осы ауданда тіркелген. Биыл қуаңшылыққа байланысты 100 шаруа қожалығы мен 2493 үй шаруашылығына барлығы 530 миллионға жуық теңге бөлінді. Аудандағы басты мәселенің бірі ауыл тұрғындарының қолда бар малын тіркемеуі және жайылымға жіберген 4 түлігін бақылап отырмауында болып отыр. Өңір басшысы мемлекет тарапынан қолдау алу үшін мал басын тіркеудің маңыздылығын атап өтті. Неге қаймығат шаруалар? Неге тіркемейді? Оған салық төленбейді, ешқандай есеп жоқ, өз үшін керек қой. Соның кеңінен түсіндіру керек. Егер тіркеген кезде ода ешқандай салық, ешқандай ауыртпашылық болмайды оған. Ол қайта ветеринарлық мәселелерді, басқа да ұйымдастыру мәселелерін шешуде үлкен көмек болатын жеткізу керек. Бүгінде ауданда қысқы мал азығын дайындау ісі қызу жүруде. Ауданға Қостанай, Ақтөбе облыстарынан 18300 тонна жем тасымалданды. Ал жалпы жеткізілетін қысқы шөп қоры 8600 тоннаны құрайды. Біз өз тарапымыздан Қазақстан темір жолының жем шөп тасуға Маңғыстау облысына бөлген вагондарының тасымалының құнын азайту бағытында біраз шешім қабылданды. Үкіметтің басшысының тапсырмасымен. Қазір мысал ретінде айтарыз, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе облыстарына келетін жем-шөптің тасымалының бағасы бұлай күндері 400 мың болса, қазір сол 100 мыңның айналасында. Ол да үлкен қолдау деп отырмыз. 75%-ға төмендетіп беріп отыр. Облыс әкімі Маңғыстау ауданына жасаған жұмыс сапарының 2-ші күні Ұштаған, Онды, Жармыш және Шетпе ауылдарын аралады. Бүгінде аудандағы Жарма, Сазды елді мекендеріне құмның астында қалу қаупі төніп тұр. Құмның көшуін әзірге өңірдегі ірі мұнай-газ компанияларының техникалық қолдауымен ғана тоқтатып отырғаны белгілі. Осы орайда аймақ басшысы жауаптыларға жақын арада құм көшкінін тоқтату жұмыстарын бастауды тапсырды. Нұрлан Ноғаев бұл жұмыстарға көп кешіктірмей жергілікті бюджеттен қаржы бөлу керектігін айтты. Құм міне жақта былай да. Солай тұрыңыздар, қайда ұштаған? Міне ұштаған міне егіп келеміз. Ары қарай. Иә, ары қарай егіп Мына келеміз. жақта? Міне, кетеді, екі жаққа қарап кетеміз. Енді жаңағы тұр ғой. жазылғаннан кейін айтып ғой. Жарма деген ауылымыз мынау тұр, 7 километр жер, міне мына жаққа қарай. Құмның ішінде тұр да? Құмның шебері бар, 116 мектеп жоқ. Енді бұл 3 елді мекенге де біз проектісін бәрін жасап дайындап қойдық. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша аудан активімен жиын өтті. Оған ардагер кәсіпкерлер, үкіметтік емес ұйым өкілдері, аудандық мәслихат депутаттары мен мемлекеттік орган басшылары қатысты. Аудан тұрғындары мен қоғам белсенділері әкімге сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Тұрғындар тарапынан түскен ұсыныстардың басым бөлігі мал азығына қатысты болды. Сондай-ақ ауыл тұрғындарын кәсіпкерлікті дамыту үшін мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау шараларының мүмкіндіктері қызықтырды. Жиналысты қорытындылай келе Нұрлан Ноғаев халықтың барлық ұсыныстары мен сұраныстары жергілікті атқарушы органдар тарапынан жинақталып, маңыздылығына қарай кезең-кезеңімен шешілетінін айтты. Дәмекен Саматқызы, Қоблан Тәжібаев, Ақтау Ньюс. В первый день визита глава региона осмотрел социальные объекты в селах Шебір, Тұщықұдық, Ақшымырау, Қызан. Также ознакомился с ходом работ автодороги Шетпе-Қызан, строительство которой продолжается 7 лет. На сегодняшний день начата работа по строительству 25 километра автодороги Мәстек-Қызан.
В текущем году на эту дорогу районного значения из республиканского бюджета выделено 375 миллионов тенге. В настоящее время подготовлено 4 километра объездной автомобильной дороги. Проект планируется полностью завершить в 2023 году. Аким области отметил, что главной задачей является не освоение средств, а качественное строительство, своевременный ввод в эксплуатацию данных дорог. Неужели нельзя сразу делать так, чтобы потом не переделывать? Сегодня делаем, завтра по новой. Это двойная работа. Не преследуйте цели, главное освоить средства. Главное эффективно. Это делать с достижением результатов с пользой населению. Далее по списку крестьянские и дворовые хозяйства. Пример того, как нужно работать с населением, а не засиживаться в кабинетах. 44% из общего количества скота Мангыстауской области зарегистрировано именно в этом районе. В текущем году в связи с засухой владельцам скотины было выплачено около 530 миллионов тенге 100 крестьянским хозяйствам и более 2000 личных подсобных хозяйств. Одной из проблем района является нежелание сельчан регистрировать свой скот, а также отсутствие контроля выпаса скотины. Глава региона отметил важность регистрации поголовья для получения государственной поддержки. Налог на зарегистрированное поголовье скота не уплачивается. Не нужно этого бояться. Это наоборот позволяет крестьянам получать ветеринарную помощь для скотины. Всего это надо доходчиво разъяснять населению. Засуха в этом году общая проблема для всех нас. Государство в рамках действующего законодательства будет оказывать соответствующую финансовую и административную поддержку, но и самим владельцам скота необходимо оценивать свои возможности, имеющиеся риски и рационально заниматься животноводством. Иметь контролируемое поголовье скота, которое будет обеспечено местом выпаса и кормами. Сегодня в районе полным ходом идет заготовка кормов на зиму. В район завезено 18 300 килограммов тонн кормов из Костанайской и Актюбинской областей, а общий поставленный зимний запас сена составляет 8600 тонн. В соответствии с поручением президента, правительством и акиматами прорабатываются различные варианты улучшения ситуации в сельскохозяйственной отрасли нашего региона. Были достигнуты договоренности с Казахстан-Тимир-Жолы. Ими был введен временно сниженный тариф на перевозки кормов для нашего региона. Если раньше перевозка одного вагона фуража стоила 400 тысяч тенге, то сейчас около 100 тысяч. Также уже работают и другие механизмы, направленные на снижение цены зимних кормов. Это большая поддержка со стороны государства. По итогам первого дня рабочей поездки глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам в ходе расширенного совещания с активом района. Были подняты актуальные вопросы, и все они приняты к рассмотрению и выработке путей решения. Руслан Агаев, Кублан Тажибаев, Актау Ньюс.